Мен педагогпын. Ұстаз ұлы тұлға. Ұстаздық ету ол бір ғажап дүние. Өзі үлкен жауапкершілікті талап ететін, өзінің қиыншылығымен бірге қызықты, қуанышты кездері бірге жүретін таптырмас мамандық. Осы жолды мен балабақшадан бастадым. Қазіргі таңда Шымкент қаласы нөмірі 68 балауса бөбекжай бақшасында 2019 жылдан бастап әдіскер болып қызмет етемін. Педагогикалық еңбек өтілім 11 жыл, педагог сарапшы біліктілік санатым бар. Күнделікті жұмысқа келе жатып, аспанға қарап, күн сәулесінің жарқырап тұрғанын көріп, педагогтарымды осы жарықпен қалай педагогикалық қызметке нәрлендірсем, ынталандырсам деп ойланам. Мен балабақша есігін ашамын, сіздерді қонаққа шақырамын. Мұнда білім, шеберлік және таңғажайып шешімдер қоймасы орналасқан. Жас мамандармен жұмыс жүргізуде жас мамандар мектебімен ашқанмын. Іс тәжірибеден өтуге келген жастармен әртүрлі жұмыс формаларында тәрбиешінің қызметімен таныстырамын. Брифинг, коучинг және іскерлік ойын маған үнемі көмекке келеді. Әдістемелік ұсыныстармен педагогтардың жұмыс жоспарларын, циклограммаларын толықтырып отырамыз. Логопедтердің сөйлеу қабілеттері керемет. Кәсіби байқауларда мен оларға әрқашан қолдау көрсетіп жүремін. Музыка жетекшілеріміз өз мамандықтарының қас шеберлері. Олар тамаша ертеңгіліктер, әртүрлі іс-шаралар ұйымдастыруда. Педагог-психолог ата-аналармен, педагогтермен, балалармен бірлесе жұмыс жасауда. Ол балабақшамызда тұрақты көңіл-күй сыйлауда. Әдістемелік бірлестіктер ұжыммен бірге шығармашылық байқаулар ұйымдастыруда және қатысуға көмектеседі. Дегенмен, біз инновациялық технологияларды үйренуді ұмытпаймыз. Соның ішінде Эбру технологиясы, Воскобович технологиясы, жоспарлау технологиясы, асық технологиясы, лэпбук технологиясы, ертегі терапиясы, кюзенер таяқшалары, сөйлейтін қабырға технологиясы және де интеллектум ойын кешендері бізге білім беру кеңістігін кеңейтуге көмектеседі. Педагогтермен біз құрамыз, ойлап табамыз, мақсаттарымызды жүзеге асырамыз. Осылайша біз кәсіби дамуды жалғастырамыз. Біліктілік санатын алу немесе растау кезеңдерінде мен барлық педагогтерді сүйемелдеймін және олармен бірге құжаттарды жинақтауда, тест сұрақтарына дайындалуда көмек беріп отырамын. Дәл осы уақытта мен әріптестерімнің көздерінде ұшқын пайда болғанын көре бастадым. Содан кейін мектепке дейінгі ұйым педагогтерінде жаңа білімге деген құштарлық пайда бола бастайды. Міне, олар бірінші рет күн сәулесіндей жарқырап, өз потенциалымен таң қалдыруда. Мен олардың педагогикалық тағдырына жауап беремін. Мен әр күннің сәулесіндей шексіз энергиямен қуаттаймын және өзімнің педагогикалық шеберлігімнің сәулелі жолына бағыттаймын. Күн сәулесі жерге өз жылуын таратқандай.